облысы Сарысу ауданы Жарылқасын Отарбаев мектебі бастауыш сынып мұғалімі Тәжібаева Әлия Кемаловна, жаратылыстану 4-ші сынып. Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабағымыз өсімдіктер бөлімі. Сабағымыздың тақырыбы төменгі және жоғары сатыдағы өсімдіктер. Оқу мақсатымыз зерттеудің өзекті бағытын өз пайымдауы негізінде анықтау, төменгі және жоғары сатыдағы өсімдіктерді ажырату. Сабақ мақсатымыз барлық оқушылар ашылған ғылыми жаңалықтардың адамның күнделікті өміріне әсерін, қоршаған ортаны танып білу үшін бақылаудың маңызын біледі. Экспериментті жоспарлай алады, жүргізеді, ақпарат көзін, зерттеу нәтижесін кесте мен диаграмм арқылы пайымдайды. Балалар, біз жалпы өсімдік мүшесі туралы не білеміз? Өткен сыныптарда өткен тақырыптарды еске түсірейік. Өсімдік мүшелерін еске түсірейік. Олардың өзінің әрқайсысының атқаратын қызметі бар. Өсімдік мүшелері қайдан басталады? Тамыр, сабақ, жапырақ, гүл. Енді балалар, өсімдік топтарын фотосуреттерге мұқият қарайық. Ой қозғап көрейік. Суреттен қандай өсімдіктің суреттерін көріп отырсыздар? Бірінші суретте төменгі сатыдағы өсімдіктер, екінші жоғары сатыдағы өсімдіктер. Жоғары сатыдағы өсімдіктер сабақ пен жапырақтан тұрады. Осыған байланысты оларды жапырақ сабақты өсімдіктер деп атайды. Жоғары сатыдағы өсімдіктердің көбіне тамыр болады. Жоғары сатыдағы өсімдіктердің 300 мыңдай түрі бар. Жоғары сатыдағы өсімдіктерге 40 буын тәрізділер, жапырақ тәрізділер, ашық және жабық тұқымды гүлді өсімдіктер жатады. Төменгі сатыдағы өсімдіктерге дене құрылысы талдомды қаттамалы өсімдіктер. Төменгі сатыдағы өсімдіктерге балдырлар жатады. Есте сақта, төменгі сатыдағы өсімдіктерде мүшелері болмайды. Жоғары сатыдағы өсімдіктерде мүшелері болады. Балдыр төменгі сатыдағы су өсімдігі. Балдырдың өсімдікке тән мүшелері жоқ. Оның денесі қатпаршақтан тұрады. Қатпаршақ қоректену, тыныс алу, бөліп шығару, өсу, даму, көбею сияқты тіршілік әрекеттерін орындайды. Балдырлар оттек көзі. Балдырлардың көпшілігі хлорофилл болады. Сондықтан оларда фотосинтез үдерісі жүріп, оттек бөлінеді. Жер бетіндегі барлық өсімдіктер бөлінетін оттектің шамамен жартысын осы балдырлар бөліп шығарады. Жасыл балдыр табиғатта жиі таралған, негізінен тұщы суда тіршілік етеді. Теңіз бен мұхиттарда қызыл, қоңыр балдырлар кездеседі. Дескрипторы балдырдың құрылысымен танысады, балдырдың түрлерін біледі. Жоғарғы сатыдағы споралы өсімдіктер мүк тәрізділер, плауны тәрізділер, қырық буын тәрізділер, қырық жапырақ тәрізділер. Жоғарғы сатыдағы өсімдіктер споралы өсімдіктер, тұқымды өсімдіктер болып бөлінеді. Тұқымды өсімдіктердің өзі ашық тұқымдылар, жабық тұқымдылар болып екіге бөлінеді. Ашық тұқымдыларға саговниктер, гинговниктер, қылқан жапырақтылар, қылшалар жатады. Қылқан жапырақтыларға қарағай, шырша, самырсын, арша жатады. Тапсырманы орындап көрейік. Өзіміз зерттеу жасайық. Суретте берілген өсімдіктердің қандай мүшелері жетілген? Бірінші, өсімдіктің жіктелуі. Төменгі сатыдағы өсімдіктер балдырлар, жоғарғы сатыдағы өсімдіктерге мұқият назар аударыңыздар. Өз ойыңды түсіндір.
өсімдіктер неге бұлай топтастырылған? Енді екінші тапсырманы орындап, бала кестеге назар аударайықшы. Ит мұрын мен шырша. Бұл өсімдіктердің мүшелері, қандай мүшелері бар? Жарайсыңдар балалар, бұл өсімдіктер жоғары сатыдағы өсімдіктерге жатады. Себебі бұл өсімдіктерде тамыр, сабақ, жапырақ, гүл және тұқым болады. Жарайсыңдар балалар. Бүгінгі сабаққа қатысқандарыңа рахмет. Олай болса, бүгінгі сабақтан алған әсерімізді ұялы телефондарға сабақтың қалай өткендігі туралы, ол қалай жемісті жұмыс істегені туралы бір-біріңе қысқа хабарлама, SMS жазу арқылы ұсынайық. Сабаққа қатысқандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.